жегеннен ауыздарыңызда дәмі қалатын отбасыларыңызды, бауырларыңызды қуантқыңыз келсе, дәл осы палаудың рецептін менің рецептіммен жасап көріңіздер. Неше жылдан бері жасаймын, келген адам сүйсініп жеп, алғысын айтып жатады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдыменен мен қазанды қыздырып қоям. Қазаным майым қызып тұрғанша мен керекті заттарды дайындаймын. Қызып тұрған қазанға 2 ожау сұйық май қоямыз. Барлығын өлшеп істесеңіздер, палауларыңыз өте керемет болып шығады. Мен 2-3 түк сәбіз, 2-3 түк пияз, 400-500 грамдай ет қолдандым. Егер де сіздердің отбасыларыңыз үлкен болса, осы продуктыны 2 есеге көбейтіп жасасаңыздар болады. Біздің отбасымыз кішкентай болғандықтан, мен 1 килограмм палау басатын болғандықтан 2-3 түк сәбіз қолдандым. Ең алдымен пиязды, сәбізді барлығын осылай турап аламыз, және де мен етті де осылай турап алдым. Сіз өзіңіз қалауыңызша өзіңізге ыңғайлы көлемде турап, өзіңізге ұнайтындай етіп дайындап алсаңыздар болады. Майымыз міндетті түрде қызып тұрған болу керек. Қызып тұрған майға етімізді салып, 2 шетін қып-қызыл етіп әдемілеп қуырып аламыз. Асықпай палауымызды жасайтын болсақ, дәмді өте ерекше шығады. Осы орайда мен арасында ноқатты суға жібітіп қойған болатынмын. Ноқатты міндетті түрде 5-6 сағат бұрын жылы суға жібітіп қоюларыңыз қажетсіздер. Осылайша етімізді қызартып қуырып алдық. Үстінен пиязды салам. Пиязды көп салсаңыздар, ештеңке етпейді. Пияз палаудың дәмді болуына өте күшті көмектеседі. Пиязымызды салып, міндетті түрде оны қып-қызыл етіп қызарғанша қуырамыз. Үстінен сәбізді саламыз. Сәбізді салып, оны да әдемілеп қызарғанша қуырып шығамыз. Осылайша сәбізімізді, пиязымызды, етімізді қуырып болғаннан кейін, үстінен мен жібітіп қойған ноқатты жақсылап жуып алдым да, үстінен ноқатты салдым. Ноқатты салып болғаннан кейін міндетті түрде суды өлшеп құямыз. Егер де сіз 1 килограмм палау басатын болсаңыздар, 1,5 литр су құясыздар. 1,5 литр үстінен суды қойып, қақпағын жауып қойдым. 20 минут қайнағаннан кейін үстінен дайындап қойған 1 килограмм күрішімді салып, ортасына жарты чеснокты қойып, қайнағанын күттім. Осылайша қайнап суы тартылғаннан кейін, бетін жақсылап 2 шетін жинап, ортасын кішкене қасықтың көмегімен тесіп, бетін жауып 20 минутқа қалдырдым. Дайын палау. Отбасыларыңызға міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде сіздерге ұнайды деген үміттемін. Сіздермен болған Данагүл, маған тіл келіп қойыңыздар.